Кедей адамдар бар ғой, саяхаттауды, шетелге саяхаттауды босқа шашқан ақша деп есептейді, иә? Неге? Өйткені кедей адам бірінші мен ақшамды мына нәрсеме жинап алайын, иә, мынаны сатып алайын дейді. Жарайды, сатып алады, сосын кейін саяхаттаймын деп ойлайды, бірақ кейін де саяхаттамайды. Кейін ақшасы болған кезде айтайын ба не болады? Ода нейронный связь пайда болады. Яғни мен ақшасыз қалуым мүмкін. Ертең мен ақша таппай қалуым мүмкін. Ертең менде бір қиын күн тууы мүмкін деген ойлар кетеді. Сондай ойлар кеткеннен бастап адам тура соған кезігеді, тура соған кенеледі. Иә? Ал егерде саяхатқа шыққан адам, қараңыз, саяхатқа шыққан адам ол бір университетті бітіргенмен тең. Неге? Өйткені адам ой өрісі кеңейеді. Ол адамдардың қоғамның екі қоғамды, екі түрлі қоғамды салыстыра алады. Мына мемлекетте осындай жолдар жақсы дамыған екен, адамдар осындай мықты дамыған екен, көшелерінде мысал үшін міне пробка жоқ, светофорлар аз екен, біздің Қазақстанда неге олай емес екен деген ойлар келе бастайды, иә? Нейронный связі осылай жұмыс істей бастайды. Ал сен биыл, иә, бір шетелге баруды мақсат қой. Қазірден бастап загранпаспорт ал, және де ертең саяхаттауға бір мақсат қой. Жақсы ма? Іске сәт, сау саламат.